Сәлеметсіздер ме? Онлайн сабағымыздың тақырыбы ұлы қаз дауысты Қазбек би. Қазбек би Келдібекұлы қазақ халқының 17-18 ғасырлардағы ұлы үш биінің бірі, көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері. Орта жүз арғын тайпасының Қаракесек руына кіретін Болатқожа атасынан тараған ол 1667 жылы Сыр бойында дүниеге келген. Арғаталары Шаншар Абыз, Бұлбұл, өз әкесі Келдібек есімдері елге белгілі әділ билер болған. Озық ойлы алғыр бабамыз Әз Тәукехан тұсында құрылған билер кеңесінің белді мүшесі, жеті жарға аталатын заңдар кодексін шығарушылардың бірі. Сәмке, Әбілмәмбет, Абылай ел басқарған кезде мемлекет басқару ісіне араласып, ішкі және сыртқы саясатта хандарға ақыл кеңес беріп отырған. Қаз дауысты Қазбектің оқыған жерлері, алған білімі туралы нақты дерек жоқ. Дегенмен, ел аузындағы әңгіме, аңыздар, биден жеткен шешендік сөздер оның өз заманында білімді де жетелі халықтың ауыз әдебиетін, салт дәстүрін, ата жол заңдарын мейлінше мол меңгерген, озық ойлы, әділ де көреген, батыл да батыр адам болғандығын айқын аңғартады. Бидің жастық шағы мен бүкіл саналы өмірі қазақ елінің өз ішінде рулық, тайпалық, алауыздықтар мен хандық билікке таласты неғұрлым өршіген кезеңі, көрші мемлекеттердің көз тігу жиілеп, жоңғар шапқыншылығы үдей түскен кезеңге тап келді. Ел аузындағы аңыз әңгімелерге қарағанда, ол Тәуке ханның белгілі би батырлары бастаған елшілігіне ілесіп, алғаш рет Қалмақ қонтайшы Цевен Рабтанға барғанында 14 жаста екен. Қылышынан қан тамған қаһарлы Қалмақ ханның алдында қазақ билері жасқаншақтық танытып қалған сәтте, жас өспірім Қазбек дат тақсыр деп жұлқынып алға шығады да: «Қазақ деген мал баққан елміз, ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзасына жылқының қылын таққан елміз» деп толғауын айтқан екен. Жас баланың бұл сөздерін бас алыспақ, батырлықты да, ынтымаққа шақырған ізгілікті де аңғарған Қалмақ ханы әділдікке жығылып, өжеттігі мен шешендігіне риза болып: «Дауысың қаздың даусында екен, бұдан былай сенің есімің қаз дауысты Қазбек болсын» деген екен. Осыдан бола қаз дауысты Қазбек би аталып кетті. Қазбек би мемлекеттестермен қатар руаралық сұлтандар арасында кикілжің тартыстарға да әділ билігін айтып отырған. 18 ғасырдың 40-шы жылдардың басында Сыр бойынан Арқаға қарай көшіп, Ұлытау, Қарқаралы өңірін қоныс қылып, Семізбұғы тауының беткейлерін жайлаған. Қазбек би 1764 жылы Далба тауының етегінде Теректі бұлақ қыстағында 97 жасында дүниеден өткен. Бұл күз 90-ның соңы екен. Қара кемпір балуан 4 баған таса келіп орнатқан. Оның үстіне мүрде қойылып, кереге төселіп үй тігіледі. Жыл шыға баласы Бекболат би Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне апарып, жерлеп, басына құлыптас орнатқан. Ұлы бидің ұрпақтары 2000 жылы Далба тауының етегінде уақытша мәйіті сақтаған жерге осы екі тастың жанына ескерткіш тақта орнатқан. 300 жылдық тарихы бар Қазбек бидің шапанын бабамыздың Бекболат дейтін баласынан тарайтын алтыншы ұрпағы Алтын Қожа Ахметов 2008 жылы Қазақстан Республикасының президенттік мәдениет орталығына табыстаған. Алтын ақсақал атадан балаға мұра болып көшіп келе жатқан шапанды біраз уақыт жер астында сақтаған, бидайдың ішіне тығып сақтаған кездерді болған екен. Мырзатай Жолдасбеков бастаған ғалымдар мен қоғам қайраткерлер тобы Еңділақ ауылына арнайы келіп, алтын ақсақалға сән салтанатын жасап, шапанда алып кетті. Қазіргі таңда бабамыздың шапаны Нұр-Сұлтан қаласындағы ұлттық музейінде лайықты орын алды. Шапан алтын, күміс, мыс жіптер арқылы өсімдік тектес өрнектермен өрілген, парша матадан тігілген, алды ашық желбеге қаусырмалы.
2017 жылы Алталаштың бірлігін ойлаған ұлы шешен, мәмлегер, қоғам қайраткері Қазбек бидің 350 жылдық мерейтойы республикалық деңгейде Егіндібұлақ ауылында аталып өтті. Сол жылы жерлесіміз, әлемге әйгілі суретші, Невада Семей қозғалысының мүшесі Кәріпбек Күйіков музейімізге қаз дауысты Қазбек би картинасын сыйға тарту етті. Қазбек бидің 350 жылдығына орай салынған бұл туынды музейімізде өзіндік лайықты орын алды. Алтын ұян отан қымбат, туып өскен елің қымбат деген ұлы бабамыз Қазбек бидің ескерткіші ауылымыздың орталық саябағында орналасқан. 1995 жылы бұрынғы мәлімет бойынша ұлы бидің 330 жыл толуына байланысты ас беріліп, халықтың жинаған қаржысына жасалған ескерткіш. Авторы Жолбасар Қалиев. Ескерткіштің іргетасы қойылған шақта соған орай арнайы барып данышпан бабамыздың мүрдесі мәңгілікке дамылдап жатқан Түркістан қаласындағы Әзірет Сұлтан қорымынан әкелінген бір уыс топырағы салынды. Қиырға жанарын тігіп, тас үстінде тізе бүккен ұлы бидің мүсінінен ел болашағы үшін жаны қиналған күрескер тұлғаның бейнесін көруге болады.